сәйкес келмесе, Атырау осы маусымдағы бір ойынын өз қаласында өткізбейді. Әрине. Болды. Ешқандай поблажка берілмейсіз. Поблажка берілмейді бұл жылы. 16 команда бар премьер-лигада. Бірінші лигада қазір біздің санауымыз бойынша 12 команда. Алдағы күнтізбе матчтар, турлар бекітіліп қойған. Өтірік ба шын ба, бірінші турда мысалға Қайрат Алтаймен кезігеді деген әңгімелер болды. Сосын кім бар тағы. Бірінші турда Жеңіс пен Елмай командасы кезігеді. Кеше ғана Ақтөбе облысынан тағы да бір команда екінші лигаға қатыссақ па деген өзінің ұсынысын білдірді. Жалпы тапсырма бұрылды. Наурыз айына дейін, наурыздың соңына дейін жекешелендіру жұмыстары аяқталу керек. Атауын өзгерту ұсынысымыз бар, Арулар лигасы деп. Ұсынысымыз бар. Қазақстан Арулар лигасы. Бүгін бізде таза vibe. Кешегі өткен жағдай хайп. Бүкіл мемлекет менің контентіме дайын. Егер талғамы болса, мені ютубтан қарай. Бүгін бізде аман vibe. Ассалаумағалейкум, құрметті достар, Аман Вайп YouTube арнасында жаңа жылдың бірінші подкасты, сұхбаты және біз әдеттегідей Қазақстан премьер-лигасы жайлы сөйлесеміз. Бүгін бізде қонақта жарыстарды ұйымдастыру директоры, просто жарыстарды ұйымдастыру директоры Бақытжан Пазылхайыр. Баке, қош келдіңіз. Рахмет. Көргенге қуаныштымын. Ассалаумағалейкум барлығыңызға. Енді 2 ай қалды. Қарап отырсаң, Қазақстан премьер-лигасына қазір ораламыз. Қашан басталады, қай матчтар болады дегендегі сұрақтар болады ғой. 2 ай қалды. Жұмысыңыз осы жаңа жылдан кейін енді басталды ма? Қарқынды әлде қазір сол оливье, салат, манты, бешбармақтан кейін енді кіріп жатсыз ба жұмысқа? Жоқ, бізде жұмыс тоқтаған жоқ. Чемпионат аяқталғалы келесі жылға дайындықты қарқынды бастап кеттік. Өткен жылы өзіңіз білесіз ғой. Бізде өзі 2 апта уақыт болды чемпионатқа дайындалу. Одан кейін суперкубок өтті, Қазақстанның Олимбет суперкубогы. Соған дайындықты біз бір жарым аптаның ішінде барлық жұмыстарды жүргізіп, өзіңіз көрдіңіз, жақсы бастамасын бастадық. Өткен жылдың қорытындысында барлық жерде жариялады. Жаман емес. Енді аз-аздап бірде қадаммен бір жерін дұрыстап жатырмыз. Бір жерінде қоғам болып барлығымыз бірге жақсартудамыз. Сондай жұмыстар жүргізілді. Енді осы жылдың қорытындысы бойынша біз келесі жылға өткен жылы қандай сын болды, оқулықтар болды, қандай пікірлер айтылды, сол бәрін ескере отыра дайындығымызды бастап кеттік. Жылдың басынан жасалынған өзіміздің жоспарымыз бар, стратегиялық жоспарларымыз бар. Лиганың жақын арада мүмкін таныстыратын да жатармыз. Жалпы үлкен бір өзгерістер енгізсек па деген ойымызда бір пікірлер бар. Енді оны бірте көре жатарсыздар. Азап айтып отырамыз ғой. Бәрін бірден айтсақ қызық та болмай қалатын шығар. Енді биылғы маусым былтырғыдан ерекше болады. Бұл әлбетте бұл 100%. Тағы да бір өзіңізге қосылған бір ауыр жұмыс деп айтсам да болады. Бұл жекешелендіру. Өйткені сіздің қалай сөз без вашего участия сіз қатыспай, бұл процесс клубтарда жүрмейді. Рас қой, сіз жекешелендіру процесіне қатысасыз және клубтарға бір кеңес ретінде жұмыс атқарасыздар ма? Біз бұл жұмысты өткен жылы бастап кеттік қой. Марат Талғатұлы өзінің бастауымен 4 клубтың бірінші жекешелендіру жұмысы өтті. Президенттің тапсырмасымен айтылған 4 клуб жекешелендіруіне өтті. Одан кейін өздеріңіз білесіздер, Ақтөбе өзінің жекешелендіру жұмыстарын аяқтады. 5 болды ма? Одан бөлек Елмай өзінің заңдық формасын өзгертіп, онда жекешелендіруге жатқызуға болады, өйткені көптеген жаңағы списокті қарайсың ғой. Елмай жоқ. Негізі Елмай некоммерциялық акционерлік қоғам, ол да жекешелендіруге жатады. Жекешелендіруге жатады. Ол туралы да біраз айтылып жатыр ғой. Жарнамалаудың да қажеті жоқ шығар, себебі бүкіл бұқаралық ақпарат көздерінде барлығы көріп отыр. Әлбетте біз қуантады ондай жұмыстар. Ол клубтың тарапынан өзінің жасалынып жатқан, облыстың тарапынан жасалынып жатқан жұмыс. Қазірдің өзінде бірнеше үлкен компаниялармен олар келісім сөздер жүргізіп, үлкен инвесторлар клубтың акциясын сатып алуда. Енді алдағы уақытта жекешелендіру бойынша Марат Талғатұлының жеке тапсырмасымен жасалып жатқан жұмыстар бар. Облыстық әкімдіктер бір ақпарат ретінде айтайын енді. Алдағы уақытта жалпы тапсырма бұрылды. Наурыз айына дейін, наурыздың соңына дейін жекешелендіру жұмыстары аяқталу керек.
инвесторлармен облыстарда, барлық облыстарда жұмыстар жүргізіліп жатыр. Тікелей байланысамыз, басқарма басшыларымен де байланысамыз, әкімдіктермен. Қазіргі алдағы уақытта осы қаңтар ақпан айдарында бір 4-5 клуб жекешелендіру жұмыстарын аяқтау керек. Иә, демек бірінші қарқын, бірінші волна ол жаңа жылдың аяғына дейін болу керек болды. Ол үлгермеді кейбір клубтар, енді тағы да 3 ай уақыт беріп жатыр. Дұрыс па? Бұл енді үлкен процесс қой. Жекешелендіру үлкен процесс. Мысалға кейбір клубтар мемлекеттің меншігінде, спорт басқармаларының қарамағында, олардың мүліктері бар. Оларда автобус, жаңағы айтқан стадион, алаңдары бар. Оның барлығын неге шығару керек? Жаңағы аукционға шығару керек. Бағасын өткізу керек. Сосын қоғамдық тыңдау деген бар. Қоғамдық тыңдаудан өту керек. Содан кейін әкімнің қаулысы шыққаннан кейін аукционға шығарылады. Сол жерде үміткер өзінің бағасын ұсынады. Ықтимал инвестор өзінің бағасын ұсынып, сол клубты сатып алады. Әрине, енді бұл жерде бір үлкен мәселе, енді подкастыңызды қолданып, burada да айтып қалу керек. Шын мәнісінде алғыс айтқым келеді осы инвесторларға, федерацияның тарапынан, себебі бұл оңай жұмыс емес. Шын мәнісінде қазірдің өзінде инвесторлар келіп, қандай үлкен проблемалар бар екенін клубтарда көріп отыр. Бұл бірінші инфрақұрылым проблемалары, екінші балалар орталығы, өзіңіз білесіз, академиялар қазір саламыз деп жатыр. Одан бөлек жалпы структурасында, басқару жүйесінде үлкен проблемалар бар екенін көріп отыр. Мен білуім бойынша бірнеше инвестор өздерінің қарамағындағы үлкен кәсіпте жұмыс істеп жүрген бизнестағы азаматтарды клубтарға алып келуде. Бұл да жақсы. Сырттан келіп жұмыс істеген көзқарас ол да жақсы шығар деп ойлаймын да. Осы жерде мен қоса кетейін, бір-екі күн бұрын Ақтөбенің жаңа инвесторларының өкілдерімен сөйлесіп отырмын. Олар да бизнесмендер ғой, әрбір өзінің кәсібі бар. Әрине. Біз клубты алған кезде уақытымыз 50-50 болатын деп есептегенбіз дейді да, 50% футболға, 50% өзіміздің бизнесімізге. Қазір сенесіз бе, сенбейсіз бе, 90-10 дейді. 90% футболмен жүрміз. Өйткені бұның ішінде көптеген жүйе құру керек, система құру керек, және бұл система өз жұмыс жасау үшін, және сіз айтқандай балалар академиясынан бастап өте көп жұмыс жасау керек, және біз өзіміздің білімімізді, тәжірибемізді осыған салғымыз келеді деп тұрды. Бұл жердегі енді ең басты мақсат бұл жүйені өзгерту ғой, экосистеманы өзгерту. Жаңағы келіп жатқан азаматтардың мен де біразын танимын, олар да айтады, мысалға жұмыстардың бәрін өзіміз ығыстырып тастадық та, қазір тек қана осы футболмен айналысып отырмыз деп. Өздері де күледі, айтады, бізді қайда шақырдың? Бір инвестор айтады да, маған қалжыңдап айтады, бақша мен білген жоқпын, бұлай футболға келген кезде бұндай үлкен жұмыстар күтіп тұрған. Бірақ та жұмыс қызық, әрине. Сосын жалпы басқа шетелдің емес, өзіміздің қазақстандық үлгі бар ғой, Қайрат. Өз уақытымен көрсетті, бірнеше жылдан кейін табысқа да шықты, Лига чемпионовқа да шықты. Міне үлкен көрсеткіш. Дәл сондай көрсеткіштерді облыстарда да, басқа өңірлерде көрсетіп, елді қуантады деген ойдамын. Негізгі түбегейлі президенттің ойы осыда ғой. Яғни түбегейлі жүйені өзгерту. Burada мемлекет клубтардан қашып жатқан жоқ, мемлекет серіктестік болады. Жүйені басқарушы болады. Ал негізгі басымдылық burada кәсіпкерлерде болады. Кәсіпкерлер осы іштегі жүйені өзгерту, клубтардағы жүйені өзгерту арқылы клубтарды жаңа деңгейге шығарады. Және сенде наурыз айына дейін уақыт берілді, аяғына дейін уақыт беріледі деп айттыңыз. Бұл бірінші лига командаларынан да берілетін уақыт па, әлде бірінші лига командалары бұрынғыдай бола береді? Премьер лига командалары бірінші алдында өту керек. Енді мен білетін бойынша барлық облыстарда жұмыстар жүргізіп жатыр. Мемлекеттік органдарда, Астанада отырған мемлекеттік органдарда барлығы өзінің қолдауларын көрсетуде. Бұл шын айту керек, бұндай үлкен жұмыс, мына футболда барлығы бірігіп жұмыс істеген уақыт мен есімде жоқ, шынымды айтайын. Бірақ та жақын арада осы жұмысты соңына дейін жеткізіп, қазірдің өзінде де осындай көлемдегі клубтарды осындай санмен
жекешелендіру өткізу ол да жеңіс деп ойлаймын мен. Андай бір талап болмай ма, Қазақстан премьер лигасына өту үшін сен жекеменшік клуб болу керексің деген? Жоқ, ондай талап жоқ. Ондай талап жоқ. Ондай талап жоқ. Қазір өзіңіз білесіз, бізде премьер лига 16 команда бар. Премьер лигада, бірінші лигада қазір біздің санауымыз бойынша 12 команда. 12 команда. Ана жол 11 команда дегенсіз. Иә, 12 команда. 12-ні Сарыс па? 12-шісі бізде жоқ. Каспийдің жастары. Ал жаңағы командалар құрамындағы ол жастар командасы, дубльдер, олар екінші лига аттанады деген қалай ол? Сондай бір ақпарат шықты ғой. Қазіргі біздің модель бойынша өзіміздің бұл енді сізге бір жаңағы қалай айтсам, әрбір істі бастамас бұрын сараптау керек шын мәнісінде. Қаншалықты бұл өңірдегі футболға, жалпы клубқа өзінің әсерін тигізеді. Яғни біз клубтардың жастары, дубль, фарм клубтары егерде спорттық тұрғыдан бірінші лигаға өтіп тұрса, біз міндетті түрде клубтан сұраймыз. Сіздердің шамаларыңыз келе ма? Мүмкіндіктеріңіз бар ма? Өйткені екінші лига мен бірінші лиганың форматы бөлек. Ана жақта регионға бөлінген. Ол жақта конференцияларға бөлінеді, ана жақта толыққанды бүкіл Қазақстан бойынша. Яғни Каспий командасының фарм клубынан осы кеше ғана сөйлесіп, сіздер дайынсыздар ма? Қаржылай да дайындықтарыңыз бар ма? Мүмкіндіктеріңіз бар ма? Егерде сіздер ертең мысалға Елмайдың жастарымен, я болмаса бірінші лигада, мысалға деймін да, Қайраттың жастарымен ойнайсыздар, я болмаса Түркістанға барасыздар. Сіздердің мүмкіндіктеріңіз бар ма жастарыңызды жіберуге сол өңірлерге? Түркістанның мысалындай, Түркістан есімізде ғой енді, бір-екі матчқа бара алмай қалды былтырлар. Сондай болмас үшін дейсіз ғой енді, әлеуметтік қаржылық гарантия бере аласыздар деп айттыңыздар. Әрине, бірінші кезекте сол лицензиялау өткен кезде пункттарда міндетті түрде көрсетіледі ғой, қаржылық мүмкіндіктері шектеу жоқ па, бекітілген ба, гарант бар ма? Яғни соғанда сонда ескереді. 12 команда бұл азаймаса өспейді, дұрыс па? Мен ойлаймын 12 команда қазір, 12 команда бар, мүмкін кеңеюде мүмкін. Бір қуантарлығы осы кеше ғана Ақтөбе облысынан тағы да бір команда екінші лигаға қатысақ па деген өзінің ұсынысын білдірді. Біз әрине оларды қолдаймыз. Сосын екінші лига бойынша burada негізгі акцентті мен мысалға екпінді осы екінші лигаға жасағым келеді. Неге десеңіздер, екінші лига бұл бүкіл Қазақстан лигалар жүйесінің фундаменті. Мен бұрыннан айтып жүріп, осы екінші лигадағы бізде конференциялардың санын көбейту керек. Қазір екеу бізде. Демек, жаңа маусымда 4 болуы мүмкін ба? Жоқ, жаңа маусымда қазір оған ол бойынша біз жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Болашақта, алдағы уақытта деп айтайықшы. Алдағы уақытта екінші лига менің ойымша 4, мүмкін одан да көбірек конференцияда болады. Мейлінше клубтарға жеңіл болу үшін. Ақша жағынан саны көбею болу үшін, көбею үшін. Бізде қазір ұсыныстарымыз бар лиганың тарапынан басшылыққа. Мүмкін қосымша қолдаулар көрсетеміз, тағысын тағы дегендей. Оны алдағы уақытта өздеріңізді ақпараттан шығарып отырасыздар, көріп отырасыздар. Мысалға екінші лигада ойнайтын командалар менің түсінігімде бұл үлкен көп конференцияларда ойнайтын көп команда болу керек. Яғни жылына біз мысалға қарап санап көрдік, жылына қателеспесем 2000-ға жуық 1200-ге жуық шәкірт академиялардан шығады. Академияларды бітіріп, бірінші командаға дайын болып шығады. Олардың қателеспесем 20% ма? 20%, 20-30% бірінші құрамға енеді. Қалғандары мысалға шетелге кетеді, біреуі футболды қойып кетеді, болмаса басқа жұмыстармен айналысады тағы. Сол футболшыларды бітірген шәкірттерді біз мүмкін ішінде кеш ашылатындар бар, таланттары. Соларға мүмкіндік жасауымыз керек қой. Яғни командалар көп болса, ойнайтын конференциялар, лигалар көп болатын болса, онда оларға мүмкіндік болады. Яғни жалғастыруға, өзінің мансабын жалғастыруға. Жалғастырғаннан кейін мүмкін 21-22 жасар жігіттер футбол тастамай, мүмкін әрмен қарай 27 жасында Варди сияқты мысалға Англияда. Бірінші лигаға ауысып, премьер лигаға ауысып, мүмкін ұлттық құраманың ойыншысы болатын шығар. Яғни сондай мүмкіндіктер жасауымыз керек. Бұл фундаменталды түбегейлі өзгерістер жасау керек. Сондай менде түсінік бар. Екінші лиганың конференцияларының көп болуы. Осы жылдың өзінде бізде қазір 10-11 командадан конференцияларда бар. Ол жақсы көрсеткіш. Бірінші лигадан төмен түскендер бар. Жаңадан қосыламыз деп жатқандар бар. Сосын тағы бір қосып айтарым.
осы жылы Қазақстан кубогында әуесқой командалар қатысады. Өткен жылы білесіздер, федерацияның бастамасымен әуесқой лигасы өтті барлық өңірлерде. Алматыда жиналды ғой, деймін? Алматыда Талдықорғанда финалдық ойындар өтті. Сол финалдық ойындарда жеңіске жеткен екі командаға мүмкіндік бердік, осы жылы кубокқа қатысады. Және де оларда екінші лигаға қатысуға құқығы бар. Тікелей құқығы бар. Егер де оларда қаржылай мүмкіндіктер болатын болса. Сонымен қатар жалпы әуесқой лиганың менің түсінігімде бұл бірте мүмкін үшінші лига болатын шығар деген менде өзімде бір арман жоспар өзімнің ойымды. Мүмкін әуесқой лигалары кейін үшінші лига болар. Әрбір облыста осындай егерде біріншіліктер өтіп жатса, сорадан мықтылар ертең екінші лигаға өтіп жатса, яғни профессионалда үлкен кісілер ойнайтын клубтар болады. Бұл не береді? Бірінші кезекте саны ойыншылардың, екінші кезекте демеушілер институтының дамуына әсерін тигізеді. Яғни кейбір өңірлерде бар, мен айтам, жеке компаниялар бар, олар үшін 20-30 миллион теңге көп емес қаржы, спонсорлық. Бірақ оларға Астанада оны жарнамалаудың қажеті жоқ. Өңірлердегі компания Алматыда жарнамалау, өйткені өздерінің өңірлерінде жұмыстарын жүргізеді, әлеуметтік қолдау жасайды. Сондай командалар үшін, компаниялар үшін осындай жергілікті командаларды қолдау қиын емес. Тек қана солармен жұмыс жасайтын дұрыс маркетинг саласындағы менеджерлар дайындауымыз керек. Сөйтіп, ол тағы да бір үлкен бізге қолдау жасайды. Жақсы кейін осындай кішігірім клубтардағы мамандардың өсуіне. Яғни мамандар көбейген сайын конкуренция пайда болады. Сосын бірте олар жоғарылай бастайды, үлкен клубтарға ауыса бастайды. Яғни оның өзінің әсері болады. Көбейген сайын негізі айтады ғой, спорттың үш негізі бар. Инфрақұрылым, жоғарғы жетістік және де бұқаралық. Бұқаралық болған сайын спорт жүйеленген сайын ол түбінде өзінің жемісін береді. Ұлттық құрамаға да әсерін береді. Бірінші лига туралы енді сұрақты жауап тастайық. Бірінші лига ойындары қашан басталады және биыл бірінші лигада қандай да бір лимиттар мәселесі бар ма сұрақтар? Бірінші лигада бізде бірінші уақыты біздің жоспарымыз бойынша сәуір айында, әдеттегідей сәуір айында, былтырғыдай. Бірінші лигада сәуір айында басталады. Командалардың санына байланысты қазір форматы белгілі болады, нақты. Егер де командалар аз болса, мүмкін үш айналым болады, мүмкін 2 айналым болады, командалар толыққанды жиналса. Мейлінше, мүмкіндігінше көбірек ойын жасауға тырысамыз. Сосын клубтарды ескертуге тырысамыз. Олардың контракттары бар ғой. Ертерек айтып қоюымыз керек. Одан кейін бірінші лигада лимит ойыншылардың жасына сәйкес 2007-2008 жылғы жастар ойнайды. Біз аттап өтпеуіміз керек. 2007-де, 2008-де ескеруіміз керек. Сосын бірден мүмкіндік беруіміз керек. Екінші лигада төменгі сатысы 2005 болады, қателеспесем. Сондай өзгерістер. Енді өзіңіз білесіз, осы жылы премьер лигада да біздің регламентіміз өзгерді. 3 жылға қабылдадық регламентті. Бұрын жыл сайын қабылдап отырады еді. Қазір 3 жылға бірден исполкоммен қабылдадық. Онда бірнеше өзгерістер енгіздік, техникалық өзгерістер, сосын не бойынша, легионерлердің саны бойынша. Қазақстан премьер лигасына бәке біз өтеміз. Әйелдер лигасы бар, қыздар лигасы қалай дұрыс атауға болады? Ол лига қашан басталады және бұл лигада да өзгерістер бар деп естідім мен. Сіз бәрін біледі екенсіз ғой. Өзіңіз тікелей айтып берсеңіз болады. Бірінші кезекте әйелдер лигасы үшін бізге маңызды лига. Әйелдер футболы қазірдің өзінде Қазақстанда 10 мыңнан астам қыз балалар футбол ойнауда. FIFA-ның мәлімдеуі бойынша, FIFA-ның өзінің бағыты бар, тікелей әйелдер футболын дамыту бойынша. Соның мәлімдеуі бойынша әйелдер лигасы спорттағы ең қарқынды дамып келе жатқан ойындардың бірі. То есть динамикасы бойынша әйелдер лигасы, әйелдер футболы. Қазірдің өзінде де енді әртүрлі ақпараттар шығады, бірақ та мен соңғы оқығаным бойынша 30 миллионға жуық әйел жер бетінде футбол ойнайды деген сондай ақпарат бар.
ол жыл сайын өсуде. Сосын ең қызығы Ұлыбританияда Барклей деген үлкен компания бар, білесіз ғой. Иә, сонда жұмыс істейтін басшылардың қателеспесем 90% спорттан шыққан екен, оның арасында әйелдер футболдан да шыққан екен. Сөйтіп футболға демеушілік болу септігін тигізген де солар ма деп ойлаймын да кейбір кезде. Европада үрдіс қой қазір. Әйелдер футбол емес, жалпы әйелдер спортын салаларын дамыту деген секілді көп ақша бөлу бізде де енді қарқынды дамып келеді, және мен естуім бойынша биыл әйелдер лигасын жалпы атауын ребрендингі болады. Атауын өзгерту ұсынысымыз бар, Арулар лигасы деп ұсынысымыз бар. Қазақстан Арулар лигасы. Арулар лигасы өткен жылда біраз сын айтылды. Біреу айтады, неге әйелдер нәзік жандар деп қоймайсыздар ма, тағы. Мен де осы жылы әріптестерімізбен отырып ақылдастық, осындай ұсыныс болды, Арулар лигасы деп қойсақ қайтеді деген. Арулар ғой, біздің өзіміздің қазақи әдемі сөз ару деген. Енді КПЛ-да ойнайтын әрбір командада сол Арулар лигасында ойнайтын команда болу керек, иә? 16 команда. 16 команда, иә. Иік деген командамыз бар, Тұран деген команда бар, иә, жақсы. Тұран, Тамирис деген команда. Тамирис деген команда бар. Сонда былай логикаға салып санасақ 19 команда деп. 19 команда болады. Сонда 19 команданы қалай сіз бөлесіздер? Менде сонда сұрақ болып тұр да. Конференция бола ма, әлде үлкен чемпионат бола ма? Өзіңіз жауап беріңіз. Конференция болады, екі конференция болады. Біреуде 10, біреуде 9, дұрыс па? Біреуде 10, біреуде 9 болады. 9 болады. Сосын конференциядан жеңімпаз форматы бойынша қазір нақтылайтын боламыз. Бір-бірімен ойнайды ғой, иә? Сонында. Соңғы финалдық ойындар болады. Бұл плей-офф ретінде болады, иә? Плей-офф ретінде болады, иә. Жалпы әйелдер осы жылы әйелдер лигасы деп атадық қой. Жалғастыра берейікші, әйелдер лигасы деп. Әйелдер лигасына деген қызығушылық клубтардың тарапынан әйелдер футболына өсіп келеді. Иә, бірінші КПЛ-ға шыққан командалар бірінші, ой, қыздарға енді табамыз футбол ойнайтын деген секілді. Кім бар, кімді қай жақтан деген секілді. Өйткені мен енді өз Алтайға жақын болғаннан кейін ол жақта да жұмыстар жасайды ғой, бірақ ол жақтағы қыздар әлі ФЦ-дан шығатын қыздар ғой, әлі кішкентай. Сол премьер-лига келмейді. Сондықтан олар 1-2 жылда дайын болу үшін қазір енді жан-жақтан осы әйелдер лигасына қатысу үшін құрам іздеп жатыр. Өткен жылдың өзінде де өзіңіз білесіз ғой, Атыраудағы командалар 80% өңірден шыққан командалардың көбісі жасөспірім қыздар ғой. Иә. Содан кейін болады ғой, үлкен счеттар. Легионерлер көп мысалға ол лигада, Молдова, Қырғызстан. Енді жабу керек қой ондай позицияны. Өйткені қазір енді біздің елімізде бұл футболдың өзі дамып келе жатқанда әйелдер футбол шалғай қалып қалды ғой. Сондықтан бұны да тезірек дамыту үшін қазір меніңше 1-2 жыл қажет кемінде. Әйелдер лигасында біздің ерекше назарымызда болады. Біз өз тарапымыздан, лиганың тарапынан матчдайларды өткіземіз. Өткен жылы білесіздер, Ақтөбе мен Биік командасының арасында керемет өтті, шын мәнісінде керемет өтті. Қазақстан тарихында мүмкін болмаған шығар бұндай ойындар. 9,000-ға жуық көрермен келді Ақтөбенің орталық стадионында. Енді трансляция жақсы болды, атмосферасы керемет болды. Тағы қандай қосымша өзгерістер болатын алдағы уақытта айтамыз, бірақ та әзірше осы біздің түсінігімізде конференцияға бөлу. Жалпы форматтарды өзгертуге мен өзім жылда өзгертуге қарсымын. Жалпы футболдың түсінігінде де мамандар айтады, форматын жыл сайын өзгерте беруде дұрыс емес дейді. Бір форматқа клубтар үйрену керек, сол форматта жұмыс істеу керек. Сосын спорттық тұрғысынан да жалпы өзіне әсерін тигізеді. Жаңағы өткен жылы мысалға ойындар болды ғой, сағат 8-ге қойып қоямыз. Кейбіреулер айтады, қараңғы уақыт болып кетеді ғой, кеш болып кетеді ғой. Жаңағы спорт мамандар айтады да, бір уақытқа қойып үйрену керек футболшылар дейді. Мысалға 8-де бүгін ойнаса, олардың организмдері бар, тағы енді көп қойған. Жаңағы ғылыми тұрғыдан қарау керек қой. Сондықтан да тұрақтылыққа үйреткіміз келеді. Дұрыс. Бірінші кезекте тұрақтылық болу керек. Енді Қазақстан премьер-лигасына жаңағы жекешелендіруді бітіріп бассайықшы, Бәке. Қандай клубтар жекеге өтуге жақын? Сіздің ойыңызша. Енді сіз білесіз ғой. Атын айтпай қойыңыз. Мына компания, ана компания. Өйткені біз әкімдерден сұраймыз, сол облыста жүрген мен деген ағалардан сұраған кезде жақында деп брифингте де айтты ғой. В скором времени тот клуб перейдет в частные руки дейді да, одан кейін міне бір ай өтті. Қай клуб жекеге өтуге дайын сіздің ойыңызша? Дайын, енді үрдіс жүріп жатыр. Міне федерация, біз өтейін деп жатырмыз, бізде не керек деген секілді. Сізден кеңес сұраған клубтар
жекеге өтуге дайын клубтар, жұмыс істеп жатқан клубтарды. Міне уже нақты мына компания алады деген секілді. Ол барлық облыстарда жұмыстар жүргізіп жатыр, компаниялармен, үлкен инвесторлармен. Шетелдік компаниялар бар, шетелдік компаниялар да бар. Осында Қазақстанда жұмыс істеп жатқан, жалпы жақсы қарқынды жұмыс істеп жатқан солтүстік өңірде үш өңірде инвесторлармен жұмыс істеп жатыр. Жақын арада оны білетін боласыздар. Тобыл. Оқжетпес. Сол клубтармен өзіңіз айтып отырсыз, өзіңіз жауабын беріп отырсыз. Одан бөлек оңтүстікте де командалар бар. Оңтүстікте. Енді сәл күтсеңіздер, сәл шыдасаңыздар, өздеріңіз хабарын естисіздер. Жақсы. Бірінші айтады ғой анау. Бізде қазақта жақсы сөздер бар ғой, қазір бәрін еске түсіріп айта бере аламын. Бірақ та ең маңыздысы бұл жердегі тыныштықпен, барлығы тыныштықты жақсы көреді. Үндемей, тыныш қана өтсін. Бізде футболда айтады ғой, трансфер любит тишину дей ма? Тыныштықты жақсы көреді трансферлар. Сабыр сақтап, сабырмен күтейік. Жақсы, Қазақстан премьер-лигасы жақында мен де шығардым, басқа да пабликтер шығарды. Маусым 28 ақпанда басталады. Суперкубок Астана, және бір аптадан кейін 7-8-ге жалмасам наурыз күні бірінші тур ойындары. Бұл қаншалықты рас, шын әңгіме? Біз осы жақында клубтарды басын қосып жиналыс өткіздік. Жалпы жаңа жылға дейін барлығына ескертіп айттық. Әріптестер, біздің жоспарымыз бойынша 28-ді Құдай қаласа Алланың амандығымен суперкубокты бастағымыз келіп отыр. Неге Астана? Неге Қызылорда емес? Неге Түркістан емес? Бірінші кезекте Астана бұл орталық. Логистика жағынан жақсы дейсіз ғой. Жоқ, қазір өңірлерде суперкубокты басқа да үлкен іс-шараларды қабылдау мүмкіндіктері бар. Өңірлерді кемсіте алмаймыз. Астана, бірақ та суперкубок бұл бірінші чемпионаттың алдындағы алшылу болғандықтан, бұл Астанада өту керек деп мен өзім ойлаймын. Мүмкін кейін бірте оны да енгізерміз. Жалпы стадиондардың барлығы өңірлерде дайын болғаннан кейін. Стадион мәселесіне қазір өтеміз. Стадиондар дайын болғаннан кейін мүмкін біз жеребе өткіземіз бе кейін деп ойлаймын да. Немесе очередьпен кім салынды. Ал өзіңіз білесіз, осы жылы біздің президентіміз Марат Талғатұлы жақсы қолдап, Қызылорда қаласында жаңа стадионда кубокты өткіздік қой. Енді біздің дирекцияның тарапынан ұсыныс болды. Қай жерде жаңа стадион ашылады, сол жерде үлкен іс-шараларды өткізсек деген. Бірінші тур бізде 7-8 наурызға жоспарланып отыр. Одан бөлек осы FIFA терезелері бар. Сол FIFA терезесіне дейін 3 турды өткізу жоспарымызда. Ал соңғы турлар қашан өтеді? Соңғы турлар бойынша бізде қазір талқылау жүріп жатыр. Ұлттық құрама департаментінің басшысымен де осы жақында біз сұхбаттасқан болатынбыз, ақылдасқан болатынбыз. Олардың да ұсыныстарын естідік. Жалпы қазір жолдастық кездесулер өтеді. Бізде чемпионаттың ортасында Ұлттар лигасының матчтары бар. Соның барлығын ескере отыра, біз мүмкін осы қараша, ноябрь айының басында бітіріп. Биылғыдай ғой енді. Биылғыдай, мүмкін сәл кешірек. Бұл жерде мынандай мәселе ғой. Мысалға, календар бойынша кубок ойындары бар ғой бізде. Осы жылы кубок ойындары 1-16-дан басталады, 32 команда қатысады. Төменгі тұрған лигалардағы командалар өздерінің үйлерінде қабылдайды. Сосын әуесқой командалар қатарында, оларда қатарында, олар премьер-лига командаларын қабылдайтын болады. Егерде 32 команда жиналмаса, онда өткен жылға чемпион және кубоктың егері олар 1-8-ден бастайды. 1-8-ден бастайды. Сол ойындар, ол қосымша ойындар. Яғни календарға қосымша нагрузка түсіреді, қосымша. Солардың барлығын ескере отыра, мысалға финалдық ойында біз мысалға қазан айының соңына деп жоспарлап отырмыз. Бірақ та енді календардың қызықшылығы, календарды құрған кезде мен өзім мұқият қарап отырмын. Бізде өзіңіз білесіз, Павел Демьян деген үлкен маманы бар осы. Маған келіп түсіндіріп барлығын халықаралық тәжірибені қарап жасаймыз, көріп отырамыз. Сол кезде
түсіндіріп айтады да, егер де бір команда кубокта ойнайды, одан келесі турды қоятын болсақ, я болмаса FIFA терезесінен кейін қоятын болсақ, басқа командалар ұзақ демалып кетеді, күтіп қалады. Сондай өзінің бір ерекшеліктері бар. Алла қаласа клубтарымыз күзде Еврокубокқа шықса да ол да әсер етеді. Ол да әсер етеді. Өткен жылдың өзінде мүмкіндігінше біз командалардың келісуі бойынша, екі тараптың келісімі бойынша біз кейбір Еврокубокта ойнап жатқан клубтар үшін қолдау жасап, 2 рет ауыстыруға болады дедіңіз былтыр, дұрыс па? 3 рет ауыстыруға болатын. 3 рет. 3 рет ауыстыруға. Биыл ондай бар ма? Бізде қателеспесем жаңа регламентте бар. Бар, иә. Ауыстыруға болады. Екі команда келіссе ауыстыруға болады. Екі команда келіссе ауыстыруға болады. Әрине федерацияның тарапынан келісім болу керек. Бұл ауыстыруда өте күрделі шын мәселе. Трансляция бар, одан бөлек алдын ала жоспарлап қойған қонақ үй деген, транспорт деген мәселелер бар ғой, иә. Дирекция үнемі осындай сұрақтарды, операциондық сұрақтар үнемі жүргізіп отырады. Клубтармен байланыс, не болып жатыр өңірлерде, тоқтаусыз жұмыс қой енді. Енді күнтізбеге келетін болсақ, жақында бақ өкілдерінде ақпарат шықты. Искусственный интеллект, жасанды интеллект жасайды деп жатыр биылғы күнтізбені. Бұл қаншалықты рас? Жасанды интеллектті енгізу бойынша ұсыныс білдірген болатынбыз. Дирекция тарапынан жасанды интеллекттерді жасайтын компаниялармен де келіссөздер жүргіздік. Әр компания өзінің ұсыныстарын берді. Жалпы бұл бірінші кезекте енді президентіміздің өзі осы жылғы жолдауында, қыркүйек айындағы жолдауында тікелей айтты ғой, енді жасанды интеллектті дамытыңдар деп. Қолданыңдар. Тағы солынсы бар. Жасанды интеллект бойынша тапсырма болды тікелей. Одан бөлек жасанды интеллектті мен қазір байқап отырмын, Ұлыбританияда, Ресейде, барлық мемлекеттерде үлкен ірі чемпионаттарда қолданады. Яғни бұл үрдіс бар. Бұны біз зерттедік. Жалпы Қазақстан чемпионатында жасанды интеллектпен жасауға болады. Қазір өзіміздің қазақстандық компаниялармен де келіссөздер жүргізіп жатырмыз. Мүмкіндігінше енді бізде қазір жасанды интеллектпен болады деп, болмайды деп нақтысын айта алмаймын. Бізде қазір календарды, күнтізбені жасауға мамандарымыз да жеткілікті. Ол міндетті түрде клубтармен клубтарға ескерілетін болады. Клубтар өздері көреді. Барлық клубтардың мүддесі ескеріледі. Еврокубок ойындары уақытында бір-бірімен Еврокубокта ойнайтын командалар бір-бірімен кездеспеу мәселесі, сосын стадиондардың дайындығына байланысты, одан бөлек ауыстырылу мәселесі бар, бос терезелер қалдыру керек. Соның барлығы ескеріледі. Ол бізде биылдан ба, болашақта ма? Бірақ жасанды интеллектпен болады, әлде болмайтын нақты қазір сіздерге айта алмаймын. Себебі ол жұмыс бойынша біз жұмыс атқарып жатырмыз. Қазіргі мынау рыноктағы бар жасанды интеллект компаниялар біздің параметрларды енгізу керек деп үлкен қаржы сұрауда. Шын мәнісінде. Ол да бар, иә. Ол да бар. Онда ескеру керек, иә. Яғни біз бір календарды жасауға, бір рет жасау үшін үлкен қаржы берген тиімді емес па? Сол мәселені де ескереміз. Ол қаржы жағынан қанша жоспар? Енді біраз 10 миллионнан аса ма? Ол қымбат. Шын мәнісінде жасанды интеллектпен жұмыс жасау. Білем ғой, сол 10 миллионнан десятки миллионов па деген ғой. Неге қымбат? Өйткені қазір біз білетін осы саладағы компаниялардың аздығынан. Тағы да бізде бір нұсқасы бар. Қазақстандық компанияға тапсырыс беру арқылы солармен жұмыс істеу. Алдағы уақытта. Бұл жыл болмаса да келесі жылға біз дайындаймыз. Міндетті түрде дайындаймыз. Бұл жақсы үрдіс деп ойлаймын. Бұлмен жұмыс істеуіміз керек. Және де ол жасанды интеллекттің параметрлары болады. Параметрларын біз өзіміз енгізесіздер, иә. Вводные данные болады ғой. Барлық клубтардың алдында интеллектті пускысы болады, жібереміз. Ютубта тікелей эфирде қарап отырамыз. Қарауға ондай мүмкіндік болады. Яғни мен айтқым келіп отырғаны, федерация бір орында тұрған жоқ, дирекция бір орында тұрған жоқ. Бұндай әлемде болып жатқан жақсы жаңалықтармен бізде таныспыз. Бізде осындаймен жұмыс істеуге
алдағы уақытта жұмыс істейтін боламыз. Осы үшін біраз еңбектенудеміз. Енді мендегі бар ақпарат бойынша алдағы күнтізбе матчтар, турлар бекітіліп қойған жоқ. Уже андай нұсқа бар. К примеру, сіз өтірік па шын ба, бірінші турда мысалға Қайрат Алтаймен кезігеді деген әңгімелер болды. Сосын кім бар тағы? Бірінші турда Жеңіспен ел май командасы кезігеді деген бір информация бар. Бұл қаншалықты рас? Жалпы мына күнтізбені жасаған кезде өзінің формулалары бар. Сосын ол формулаға енгізген кезде біз жаңағы айтып өттім ғой, барлық параметрларды енгіземіз ғой. Клубтардың кім қабылдай алады, Еврокубоктар бар, тағысын тағы. Сол кезде соның барлығын енгізген кезде өзі клубтар өзім автоматын былай қойыла бастайды. Қойыла бастайды. Сол қойылған кезде бірінші нұсқасы пайда болады, екінші нұсқасы болады, үшінші нұсқасы пайда болады. Сосын ең ыңғайлысын өзі таңдап көреді. Мамандар тиімдісін. Яғни барлық параметрларға сәйкес барлық клубтарға ыңғайлы болатындай қылып өзінің нұсқасы шығады. Қашан шығады? Ол ресми түрде. Ресми түрде мен ойлаймын осы айдың соңында, мүмкін ақпан айында басында біз береміз. Бір-екі турға ма, әлде толық па? Толыққанды береміз ғой, әрине. Күнтізбе шығады, бір ай қалғанда. Неліктен толыққанды беру керек? Себебі жоспарлау керек. Бірінші кезекте клубтар жоспарлау керек. Енді клубтардың жоспарлауы бұл жаңағы сіз айтқан бір параметрлердің бірі, ол стадиондар. Енді соңғы сұхбатыңызда Нұрсұлтан досымызда сіз 4 клубтың стадионы дайын емес дедіңіз, және ол клубтар басқа стадиондарда қабылдайды дедіңіз. Бірінші турларды, екінші турларды, мүмкін үшінші турларды. Енді екеуін біреуі ғой. Сол командалар тізімі өзгерген жоқ па? Немесе азайған жоқ па? Инфрақұрылым бұл маңызды мәселе біз үшін. Инфрақұрылыммен бірінші күннен бастап біз жұмыс жасаудамыз, тікелей әкімдіктермен бірлесе отыра. Біз үшін бірінші кезекте бұл жанкүйерлердің ыңғайлығы, стадиондардағы отыру, футболшылардың денсаулығы, және де мына телекөрермендерге, теледидар алдында отырған көрермендерге бүкіл сол және атмосфераны сезіну. Стадионда отырғандағыдай. Сол үшін инфрақұрылыммен жұмысты біз алдыға қойып отырмыз. Өткен жылдан бастап біз ескерту жасадық. Лицензиялау департаменті бар, сол ақылдаса отыра. Бұл жерде дирекция шешімді өздері қабылдамайды. Соны ескертіп айтқым келеді. Лицензиялау департаменті бар. Сол департаментпен бірлесе отыра, коллегиально біз әріптестерімізбен келісе отыра, біз тарапымыздан ұсыныстар болды. Яғни өткен жылы футболшыларда, жанкүйерлерде де, сосын бродкастерлар бар. Олардың барлығы шағымданған стадиондар бар. Сосын өзімізде білеміз ғой, қай жерде. Жезқазған, Оқжетпес. Ұлытауда проблемалар бар. Көкшетауда проблема болды. Көкшетауда да проблема болды. Кейбір өңірлерде, мысалға, Ұлытауда біз айтқан мәселелер бойынша кейбір мәселелерді өздері шешті. Атырауда болды. Атыраудағы проблемалар бар. Атыраудағы стадион қазір реконструкцияға кіреді. Ол түсінікті, ол жерде ойнауға болмайды. Қазір мысалға Маңғыстаудағы, Ақтау қаласындағы Жасқанат стадионы бар. Ол Жасқанат стадионындағы алаң мәселесі бар. Жарықтандыру. Мысалы қараңыз, судоремонтингта ойнайды мүмкін Атырау, егер жаңағы болельщиктер саны қанша болу керек? 3 мың болмайды ғой, аздау. Ол жерде мынандай судоремонтингта енді ол кісілер осы жылы судоремонтингтің алаңын өзгертті. Басқарма басшысы судоремонтингтің алаңын өзгертті. Жалпы премьер-лига ойындарын өткізуге жалпы болады ол жерде. Бірақ басқа талаптарға сәйкес келмейді. Сонда сіздің неңіз қандай болады? Шешіміңіз? Атырау ойнамайды па судоремонтингта? Әлде бір тағы бір неге барасыз? Судоремонтинг бойынша мен сізге нақтысын айтайын. Судоремонтинг бойынша бізде мына телефондық сөйлесу болды басқарма басшысымен. Ол кісілер айтады, біз дайындай берейік па судоремонтингті деген жаңағы не болған. Кеңес сұрады. Бізден сұраған болатын. Біз айттық, премьер-лига ойындарына болмаса да дайындаңыздар, ол сіздер үшін қажет бірінші кезекте. Ол алаңда мүмкін қыздар ойнар, арулар ойнар, мүмкін жастар ойнар. Бірақ та алаңның болғаны дұрыс қой.
әрине ол кісілерде де сондай ой. Оларда судоремонтты дайындап қойғысы келеді. Премьер-лига ойындары өтпесе де мүмкін басқа. Дайындап болғаннан кейін лицензиялау департаментті барып көздерімен көреді. Егер де сәйкес келмесе, әрине басқа өңірде. Бірақ біз ескертіп айттық, резервтік стадион дайындаңыздар деп. Сәйкес келмесе, Атырау осы маусымдағы бір ойынын өз қаласында өткізбейді. Әрине. Болды. Ешқандай поблажка берілмейсіз. Поблажка берілмейді бұл жылы. Ал жаңадан келген командаларға поблажка беріледі ме? Алтай секілді? Жоқ, жаңадан келген команда барлығының құқықтары бірдей. Иә, барлығының құқықтары бірдей, және де барлығына талап бірдей. Алтайда да сол ғой, олардың қосалқы алаңында ол негізгі алаңы жөндеуге жабылады. Подкастыңыз қашан шығады? Менікі шығады жақын арада. Жақын арада. Осы жақын арада сіз шығып жатқан кезде мен Өскеменде боламын. Боласыз ба? Сіз барасыз ғой жаққа. Біз лицензиялау департаментімен барамыз. Сол жерде жалпы көріп, жаңағы құжаттарын көреміз. Мен жоспарын примерно біліп отырмын. Сіз барасыз, айтасыз, жоқ, бұл келмейді, сондықтан басқа алаңда ойнайсыздар деген. Сондықтан олар қазір ақпан айынан бірден жаңағы ремонтқа көшіп кеткісі келеді. Прожектор жағы бар, барлығы жағы бар деген, стадион ішкі құрылымы деген секілді. Негізі енді ХПЛ-де ойнасаң, сен өз жанкүйерін ойнайсың ғой. Қала намысын қорғайсың. Сен Өскеменде ойнауың керексің. Сен Атырауда ойнауың керексің. Сен Ақтауда ойнауың керексің. Ол Түркістанға барып кім үшін ойнайсыз? Әрине, өзінің өңірінде. Бізде біз федерация, біз ол кісілерді жаңағы біздің мақсатымыз жазалау емес. Бірақ қаталдау решение екен мынау енді. Қаталдау шешім неге қабылдау керек? Өткен сапа өсу керек. Сіз айтып кеткен нәрсе, трансляция барлығы. Біздің мемлекет басшысы да айтып жатыр. Стадиондарды қалыпқа келтіріңдер. Өзіңіз білесіз ғой, құрылтайда айтқан сөзі. Ескі стадион, жаңа стадион салыңыздар, немесе ескі стадиондарды қалыпқа келтіріңіздер. Өзінің тікелей тапсырмасы болады. Биыл болмаса да келесі жыл мысалға, сен Қазақстан премьер-лигасында ойнау үшін сенің стадионың бірден болу керек деген талаптар қойылмай ма? Ол талаптар бойынша өзіңіз ойыңыз, бұл дұрыс емес пе? Бұл дұрыс па деп ойлайсыз? Бұл негізі справедливо, несправедливо деген болады ғой. Егер талапқа келмесе стадион, резервте емес, өз қалаңда ойнауың керек. Жоқ, менің жеке ойым, егер де премьер-лигаға шығатын командалар стадиондар дайын болмаса, онда талаптарға сәйкес болмаса, онда бірден, яғни шектеу қойылу керек. Менің ойым, жеке ойым. Қаншалықты дұрыс бұрыс екен, оны мамандар айтар, пікір бұл жерде көп болуы мүмкін. Бірақ та егер де алдыға жылжығымыз келетін болса, инфрақұрылымды жақсартқымыз келетін болса, бірінші кезекте қаржыны инфрақұрылымға бөлу керек. Клуб болам десең, инфрақұрылымды түзе деп отырсыз ғой сіз. Сіз жаңағы мынаны мысалы үйленер алдында бірінші үйіңізді дұрыстауға тырысасыз ғой. Жоқ, ондай жастарда ондай жоқ қой, үйлене саламын, сосын по ходу дела келеді деген секілді ғой бізде. Жоқ, негізі дұрыс ойыңыз, иә. Материалдық тұрғыда дайындалу, психологиялық тұрғыда. Иә, дайындалу керек қой. Жаңағы үйіңізді, пәтеріңізді ремонттайсыз, я болмаса. Ипотека жарна жинаймын деген алғашқыдағы. Яғни өзіңіздің шаңырағыңыз болу керек. Бірінші кезекте жаңағы бізде терең философия ғой қазақтарда. Бірінші шаңырақ дайындау. Өйткені ана жолы сол подкасттарда бір-екі ғана ойындарды, турларды басқа қалады. Ал қазір енді біз енді бір пессимистті түрде қарасақ, Алтай, бірақ Алтай енді Өскеменде по-любому ойнайды. Атырау, кім бар бізде тағы? Ақтау, төртіншісі. Ақтау бар. Ұлытау емес па? Ұлытауға да талаптар күшейтіледі. Ұлытауда. Бірақ та мен көріп отырмын, Ұлытауда жұмыстар жүргізілуде. Жаңадан құрылған облыс, Ұлытау облысы мүмкіндігінше жаңағы облыс басшылығы да футболға назарын бұрып, қолдау көрсетуде жұмыстар жүргізіліп жатқан біз көріп отырмыз. Біздің тек қана осы жақында облыс клуб басшылығымен сөйлескен кезде бір айтқанымыз, егер де маусымның басында ойын өткізу қиын болатын болса, онда резервтік стадион дайындаңыздар деп. Олар Түркістанға ма? Түркістанда бастауына болады ғой. Демек Түркістан биыл премьер-лига матчтарын қабылдайды десеңші бәрібір, командасы ұшып кетсе де. Түсінікті. Енді бұл жаңағы Алтай, Жезқазған, Өскемен, Атырау, Ақтау басшылығына да құлақтарына алтын сырға ғой, иә? Маңғыстау облысында облыс басшылығы қаржы бөлді.
тек қана жаңағы процедура. Оны тездету керек қой енді, Тездету керек, маусым ортасында ойындарды қабылдау үшін. Басын мүмкін облыс ойындарды маусымның басында басқа облыстарда бастау мүмкін. Кейін өзінің алаңына келеміз. Енді өскемен сөйтейін деп жатыр, бір-екі турды домашний жіберіп алып, одан кейін 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші турдан бекен сол өзінің Алтай стадионы қабылдағысы келеді. Одан бөлек Павлодарда да басшылығымен сөйлестік, клуб басшылығымен, оларды алаңды өзгерту жоспарда бар. Бірте-бірте инфрақұрылым жақсарады. Түсінікті. Енді бұл ескі стадиондар, ағымдағы стадиондар, жаңа стадиондар туралы не жаңалық айтасыз? Мен білем, жақын арада Алматыға барып келдіңіз. Алматының жаңа стадион құрылысына да белсенді қатысып жүрсіз. Қандай жаңалық бар Алматыда? Жаңа стадиондар бойынша қазіргі алдағы уақытта қарқынды жұмыстар Алматы қаласында жүргізілетін болады. Жақсы мердігер компаниялар жұмыс істейді. Жоспарлау сызбасын жасап жатқан мамандармен біз өзіміз кездестік, лицензиялау департаментінің басшысымен. Алдағы уақытта УЕФА-дан мамандарды шақыртамыз. Стадионның жалпы әлемдік деңгейдегі талаптарына, FIFA, УЕФА талаптарына сәйкес келу үшін жаңағы УЕФА-дан мамандар келіп, өзінің ұсыныстарын білдіретін болады. Бірде енді бізде Қазақстанда стадиондар салынып жатыр ғой. УЕФА талаптарына сәйкес. Мен ойлаймын, оларда кем болмайды, артық болмаса. Нешінші категория? 4-ші категория максимально. Ресми 45 мың орын болады. Одан бөлек Семейде, Семей қаласында. Олар да кірісті. Олар да кірісті. Алматы стадиондағы немесі, расположениесі өзгерді деп, ол да рас па? Жері? Жергілікті акимат жер мәселесі енді өзгергеннен кейін көлемде өзгереді ғой жердің. Міндетті түрде қасындағы стоянкалар бар, автотұрақтар бар, олардың да саны өзгереді, тағысын тағы. Соған қарағанда мен түсінуім бойынша басқа жерді қарастырып жатыр. Қарастырғанда қасында бар, ауданда ғой. Сол ауданда үлкенірек болады. Семейде енді өзіңіз білесіз, Семейде бастап та кетті, қазығын қақты. Одан бөлек Атырау қаласында Мұнайшы стадионы реконструкциядан өтеді, қаржы мәселесі шешілген. Басқа Ақтауда, Ақтөбеде, Шымкентте. Ақтаудағы стадион бойынша жобалау жұмыстары жүргізіп жатыр. Мен енді сіздер өздеріңіз тікелей облыс әкімдігінен сұрасаңыздар болады. Жер мәселесі бойынша өздері жұмыс жасап жатқан көрінеді. Ақтөбеде жұмыстары жүріп жатыр. Шымкент қаласында да жұмыстар жүріп жатыр. Алдағы уақытта Қарағандыдағы ескі стадион өткен жылы барғанымда айтқан болатын. Ескі стадион, Шахтер стадионы жөндеуден өтеді, толыққанды жөндеуден өтеді. Яғни облыстарда жұмыстар жүргізіліп жатыр. Ең қарқынды бұл Ақтөбе және Алматы және Семей. Мен ойлаймын, қазір бірінші кезекте тұрған осы. Екі өңір, Алматы, Ақтөбе, Семей, осы стадиондар деп. Соңғы сұрақ трансляциялар жайлы. Былтырғыдай ютубтан көреміз ба, қалай көреміз, қалай қол жетімділігі болады, мүмкін басқа жаңа идея бар шығар, секілді. Трансляция міндетті түрде болады. Ютубта ашық бола ма, жабық бола ма, мүмкін жаңағы тікелей эфирде телеканалдар көрсе ма, ол жағын алдағы уақытта айтамыз, бірақ та барлық жаңағы ойындар көрсетілімі қолжетімді болатынына сенім білдіргім келеді. Қолжетімді болуға. Біз енді мүмкіндігінше өткен жылдың өзінде де мысалға 9,5 миллионнан астам көрермен көрді ойындарда, біздің жаңағы неміз бойынша, статистикамыз бойынша. Осы жылда да көп болады деген ойдамын. Сенімдімін оған, сапасы да өзгеретіне сенімдімін. Жоғарылайды. Тек қана burada инфрақұрылым мәселелері бар. Сол инфрақұрылым мәселелерін егерде бірте-бірте шешетін болсақ, көрермендерге ыңғайлы болатынына мен сенім білдіргім келеді. Былтырғыдай әрбір лига әр күнде ойнайды? Әрбір лига әр күнде ойнайды. Премьер-лига 3 күнге бөлінеді? Премьер-лига сенбі, жексенбі. Жұма күні кестеге байланысты. Еврокубоктарға байланысты. Мүмкін жұма күнінде ойындар болып қалар. Былтыр көп жанкүйер баяғы сенбі күні бір ойынды қарайын десем, үшеуі бірден қатар жүріп отырады. Бұл бізге ыңғайсыз, қалай алмаймыз. Биыл қалай сол сұрақпен жұмыс жасап жатсыз ба? Бұл жерде мынандай мәселені ескеру керек.
инфрақұрылымның жетіспеушілігіне байланысты өңірлерде біз жаңағы ойындарды әр күнге мысалға жұма күнге де басқа күндерге қоя алмаймыз. Себебі ол жерде бірінші лига ойындары да өтеді, фарм клубтардың ойындары, әйелдер лигасының да ойындары өтеді. Сондықтан мүмкіндігінше біз компактны қылуға тырыстық. Уақыттарын әрине ескереміз. Ол өткен жылы болды, бір уақытта екі ойын. Центральный ойын, екі ойындарын. Оны міндетті түрде ескеретін боламыз. Енді burada бір мәселе, мысалға кешкі уақыттарда, жазды күндері кешкі уақытта ерте қоя алмайсың. Оңтүстік өңірде ерте қоя алмайсың. Мүмкін біз оңтүстік өңірдегі ойындарды екі күнге бөліп, уақыттарын сөйтіп ыңғайластырамыз. Сосын мысалға қазір егерде жарықтандыру мәселелері дұрысталатын болса, мүмкін кейбір өңірдегі ойындарды жаңағы сағат 6-ға 5-ке қойып, күн түсіп жатқан кезде жаңағы ойын ыңғайлы болатындай қылып жасаймыз. Ол міндетті түрде ескеріледі, уақыттары ескеріледі. Ол енді өзіміздің қолымыздағы тұрған нәрсе. Жалпы сағат 2-де күн ыстықта қою деген ондай болмайды. Оны бірден айтқым келеді. Кемінде 5-те басталады дейсіз ғой енді. Енді уақытына жаңа чемпионатта қалай өзі кесте қалай болады, соған қарап қоямыз ғой. Көрерменнің бірінші кезекте көрермендердің ыңғайына қоямыз ғой. Burada бір нәрсені ескертіп кетейік. Бірінші кезекте стадионға келетін көрермендерге ыңғайлы болу керек. Өйткені тікелей бұл клубтардың коммерциялауына әсер етеді. Матчтайлар өту керек. Яғни бізге стадионда көп болған сайын, ол бірінші кезекте лигаға жақсы және клубтарға жақсы. Клубтар әрине билет сату арқылы, көрермендер келу арқылы билеттер көбірек сатады, одан бөлек спонсорлар тартады, тағы сондай жұмыстар. Сол үшін біз клубтардың ыңғайлы уақыттарына қоюға тырысамыз. Рахмет бәке, бүкіл сұрақты қамтыған сияқтымыз. Тағы бір айтарыңыз болмаса, басқа сұрақтар бойынша. Сізге рахмет шақырғаныңызға. Осы сіздің мынандай сұхбатыңызды қолдана отыра біздің Қазақстан премьер-лигасының ойындарына көруге шақырамын. Алдағы уақытта жаңалықтарды түрлі әлеуметтік желідегі телеграм каналдардан немесе инстаграмдан қарап отырыңыздар. Жаңалықтар көп. Қазір трансфердің уақыты өзіңіз білесіз. Ең қызығы басталды ғой. Ең қызығы басталды, Біздің осы жылғы чемпионат өткен жылғыдан кем болмайтынына сенімдімін. Мен де толығымен келісемін. Сол ақпараттарды бірінші болып білу үшін біздің телеграм арнаға, сайтқа кіріп оқи жүріңіздер. Және осы видеоны қолдау үшін жай ғана жазылып комментарий жазсаңыз болады. Келесі кездескенше Бақытжан Пазылқайыр, Эльдар Аманбаев, құрметті достар, рахмет. Бүгін бізде таза vibe Кешегі өткен жағдай хайп Бүкіл мемлекет менің контентіме дайын Егер талғамы болса, мені ютубтан қарай Бүгін бізде аман vibe